Дос мырза, қош келдіңіз. Біздің алғашқы осы сайлау мерзіміне арналған кездесулерге. Мына енді 20 жыл келді. 20 жылдықты тойлап жатырмыз тәуелсіздігіміздің. Ауыз толтырып айтатындай біздің қандай жетістігіміз бар осы Қазақстанның? Осы 20 жылдың ішінде дейсіз ғой? Бір ең болмаса бір 5 пунктты айтсаңыз. Мақтанып, қазақпын деп айтатын. Біріншіден, қазақ жерінің біраз облыстарында біздің жаңағы армандап жүрген бұрын орысшаланып кеткен жер сотаулары ауыстырылды. Бәрінде болмаса да 20-60%-ын ауыстырды. Әсіресе бұл оңтүстік және батыс облыстарда бұрын армандап жүргенбіз. Шынымен осы мәселені ауыстырса екен. Антоновка, Георгиевкалардың бәрі ауыстырып, бұрынғы тарихи атаулары қартайғаны мен сол бірінші жетістігіміз деп ойлаймын. Екінші мәселе, біз тәуелсіздігімізді алғаннан кейін қазақтың бұрынғы бір зұлмат заманында кеткен оралмандарымызды қайтару мәселесі қолға алынды. Бұл мемлекеттің ұлттық бағыттағы жасаған жалғыз да болса өте керекті мәселесі. Сондықтан осы уақытқа дейін бір 800 мың адамның келуі, бұл біріншіден олар үшін үлкен бақыт, туған жерге келу, екіншіден біз үшін үлкен көмек қазақ мәселесін шешуге. Менің ойымша оралмандардың көзқарастары, оралмандардың рухы, оралмандардың намысы бізге бір қосымша күш болды да, қолдау болды. Осы мен ойымша екінші мәселесі деп ойлаймын. Үшінші мәселе, аз да болса, жартылай да болса, демократияның институттары орнай бастады. Бұл көп партиялық жүйенің басталуы. Әрине ол саяси аренада дәл біздің ойымыздағыдай жүзеге асып жатқан жоқ шығар. Бірақ дегенмен Қазақстанда қанша партиялар пайда болып жатыр. Олардың бәрі әрине көш жүре түзеледі дейді, әлі түзеле жататын шығар, бірақ осы бір демократиялық институт болса, аз да болса бір тәуелсіз баспасөздеріміз пайда бола бастады. Не дейміз, бұл да бір демократияның институты. Парламенттік жүйе, сол да бір бағыты. Қысқасы, демократияның белгілі бір институттары қалыптасты деп ойлаймыз. Енді тағы не айтуға болады? Мектептер. Екіншісі, сол бұрын 60-шы жылдары 800-дей мектеп құрып кетті дейміз ғой, түңілдеру кезінде әсіресе. Солар қайттан қалпына келді. Біз одан әрине асып кеткен жоқпыз, бірақ ең болмаса соларды қалпына келтірдік. Ал және ең үлкен бір жеткен жетістігіміз, оған енді мемлекеттің қатысы да жоқ шығар, тәуелсіздігіміздің қатысы да жоқ шығар, бірақ осы тәуелсіздікке тікелей қатысы бар, бұл қазақтың 65%-ға жетіп қалғаны. Себебі біз тәуелсіздік алған уақытта 40%-ға толмайтын тұрмыз. Сондықтан сол уақыттың өзінде тіл мәселесі, жер мәселесі, қазақтың мәдениеті, бұрынғы құрып кетіп жатқан осылардың бәрін қайталап орнына келтіре аламыз ба? Біз азбыз ба өзіміздің жерімізде деген мәселе болып еді. Қазір ол мәселенің бәріне біз өттік деп ойлаймын. Құдай бұйырса, 10 жылдан кейін барып 70%-дай боламыз. Содан кейін жаңағы қазіргі біздің айқайлап даусымызға арналмай жүрген мәселелер біртіндеп өзінен өзі жүзеге асатынына менің көзім жетті. Осы мәселелерді бір үлкен жетістігіміз деп ойлауға болады. Ал өндіріс жағынан біз өте нашарлап кеттік. Барымызды да сақтай алмадық қой көбісін. Енді сіз экономикалық тұрғыдан айтсаңыз, шындығында біз бұрынғы шикізат көзі қалпында қалдық әлі де болса. Осыда жаңа 4 жыл бұрын Масимовты премьер-министр қылатын уақыттарда президент жалпы билікті біз инновациялық бағытқа, технологиялық бағытқа, өзіміз бірдемені өндіретін өндірістік бағытқа көшеміз деді. Бірақ мен оның сол көшкендерін көріп отырған жоқпын, және бір үміт ететін де жағдай жоқ. Осы басталды аяқ жағы қалай болады екен деген. Сонымен біз қазір бұл жерде дүбәра қалыпта қалдық. Сол кезіндегі 90-шы жылдары талан-таражға түскен мәселелерді қайталап аяғынан тұрғыза алмай отырмыз. Соның салдарынан біздегі әлеуметтік мәселе, бюджеттік мәселе тек қана сол мұнайымыз, газымыз, түсті металымыз арқылы ұстап тұрмыз. Ол қаншалық ұстап тұрамыз? Менің ойымша бұл жөнінен қазір биліктің өзі де мойындай бастады. Осы бастан біз қазір қозғалмаса, келешекте осылардың бәрі сарқыла бастаған уақыттарда не дейміз, шынтағымызды тістеп отырамыз ба деген мәселе. Мысалы, мына көршіміз Қытай. Шетелдік Европадағы әйгілі брендтік технологиялардың барлығын өздеріне шақырды. Қазір Made in China деген жазуменен, белгіменен неше түрлі Европаның өндірістерін қарқындатып өндіріп
бағасын арзандатты сәл. Енді Қытайлардың жұмыс қолдары арзан болды, сөйтіп қызықтырды мысалы. Сөйтіп қарқын дамып кетіп бара жатыр. Барлық мысалы желтая сборка дейді. Компьютер жинап жатыр, ұялы телефон жинап жатыр. Ал бізге сондай жағдай болмады ма солай істеуге? Бұлайда біздегі не дейміз, сол 90-шы жылға бейберекет жағдайда хан қалапай кезіндегі байып кеткен адамдар өздерінің байлықтарын өндіріске салған жоқ. Сол байлықпен шетелден тауар әкеліп сатуға салды негізінен. Ташкентта үлкен деңгейде алып сата бастады. Содан кейін барып жаңағы жер қойнауындағы заттарды жаңағы инвестиция сияқты өздерінің ақшаларын айналдырып алып келіп тағы да сатты. Қысқасы бізде бүгін ғана байып алсақ болды, ертең күл болмаса біл болсын деген бағыт ұстанды. Бұған мемлекет ең қызығы ешқандай бір шара да қолданған жоқ, ешқандай бір экономикалық бағытта дұрыстаған жоқ. Керек десеңіз, мейлі ол жаңағы не дейміз, сборка жасамай ақ қояйық, телевизор шығармай ақ қояйық, өзіміздің жаңағы ұлттық экономикамыз бар, этноэкономика, бұл мал шаруашылығы. Оның өзінде ғана зорға деп осы биылғы жолдауда ғана осы мәселе көтерілді президенттің. Ал мал шаруашылығын дамыту, мысалы Австралия сол арқылы біраз деңгейге жетіп отыр да, және бұл біздің климаттық жағдайымызға да, жер жағдайымызға да келсе, өзіміздің адамдардың, не дейміз, өзіміздің мамандығымызға да жақында, қазақта өз малға өскен. Біз сол арқылы да өзіміздің бір экономикалық деңгейде сақтап тұра алатын едік, керексе біз оны ұмытып кеттік. Қысқасы, бұл кемшіліктің бәрі менің ойымша біздің үкіметтің қателігі, басшылықтың қателігі. Себебі қолымызда бар тұр. Және ең қызығы біздің интеллектуалды байлығымыз, қазақ мемлекетінің, біздің білімділігіміз, біздің жер байлығымыз ешкімнен кем емес, біз алдын қатардамыз ол жөнінде. Тек қана бізге Құдай басшылықты бермеді дұрыстап. Басшылықтың көбісі тек қана өзінің қалтасын ойлайтын болды. Билікке келгенде баю үшін келетін жағдайға жеттік. Бізде жеке мысалы шетелдерде бизнеспен айналысатындар еш уақытта билікке жуымайды. Олар өздерінің тек қана бизнесін ғана жұмыс жасайды. Бізде билікке жақындамасаң, сен еш уақытта байымайсың. Бұл капитализм емес, бұл коррумпированный капитализм. Кей кезде оны коррумпированный капитализм дейді, бізде капитализм жаңа сипаты пайда болды. Сондықтан біздің қазіргі кездегі деңгейіміз көрші мемлекеттерге, Азия мемлекеттеріне, Орта Азия мемлекеттеріне қарағанда Құдайға шүкір дейміз. Бірақ оның бәрі уақытша жағдайда. Бұл тек қана жаңағы біздің шикізат көздерінің арқылы бюджетті ұстап отырғанымыз, зейнеткерлерге ақы беріп отырғанымыз, сонымен бар отырмыз. Бұл алысқа бармайды. Мысалы, тағы бір жағдай. Россия мемлекеті қазір сол Қытайдың амалына көшіп, машина, көліктер жинап жатыр делік. Мүмкін өздерінің өндірістері болды ма, болмады ма, бірақ сол Россиямен жұмыс істеуге біз мына 20 жылдың ішінде 20 рет талпынған шығармыз. Сонда неше түрлі қағаздар жазыппыз, неше түрлі СНГ болыпты. Одан кейін экономикалық кеңістік деген болыпты. Аттары көп. Ол қазір енді олар бос қана қағаз болды, бос қана жазу болып қалып отыр. Солардың жұмыс істемегеннің себебі неде? Біз Россиямен бірігіп, сонша ақылды, сондай үлкен мемлекет дейміз, солардың бізге экономикамызға ықпалы неге осы 20 жылда болмады? Енді бұны экономистер жақсылап түсіндіріп беретін шығар. Мен өзім қарапайым адам есебінде тұрғысынан өзім пікірімді айтып көрейін. Біріншіден, Россия үшін біздің өндірісіміздің дамығанының ешқандай қажеті жоқ. Қайта олар керек десеңдер ұмытпасам, омбыда ма, Оренбургта ма газдың концентрация заводы салғанда Қазақстанға 2 миллиард болып берді. Бірақ ол әуелі бізде салынады деп еді, ақырында Россияда салынатын болды. Демек, жұмысшы күшін сол жақта болады, айлық алатын сол жерде болады. Қысқасы, Россия өзіне тиімсіз нәрсе еш уақытта жасамайды. Әрбір мемлекетте өзінің жағдайы болады. Сондықтан оларға біздің Ресей деңгейінде, әйтпесе кем болса Беларусь деңгейіндегідей өндіруші күші бар мемлекет болғанымыздың ешқандай қажеті жоқ. Оларға біздің тек қана шикізат көзі болып қалғанымыз керек. Бірінші мәселе. Екінші мәселе, біздер шетелден дайын заттарды сатып алып жаман үйреніп кеттік 20 жыл ішінде. Бұл біздің қанымызға сіңіп кеткен сияқты. Мынау Түркияның, Қытайдың тауарлары арзан, дайын ала берейік осы бәрін. Иә, біздің тауар шығарса, одан қымбат болады, айдан анық. Мысалы, егер біз не дейміз, мынау жиһаз жасайтын қазір цехтар көп қой. Олардың кейбіреулерінің айтқаны бар маған. Мынаны бізде жасалған уақыттарда біз жасаймыз еді осы нәрсені. Бірақ соны егер ақшаңыз көп болса, бізге
бересіз тапсырма. Ал одан гөрі Қытайдан алдырғаныңыз дұрыс. Қытайда бұл арзан дейді да. Қысқасы, бұл уақытша мәселе ғой. Кейіннен олар жақсылап жұмыс істеп үйреніп көптеген аппараттар алғаннан кейін олардікі арзандайды, Қытайдікі сияқты. Одан да арзандауы мүмкін. Сондықтан біз сол уақытша мәселемен келе жатырмыз да. Біз алдымызға бір үлкен болашақтың мәселесін қойған жоқпыз осы уақытқа дейін. Экономикалық даму жөнінде. Сосын үшінші мәселе деп айтуға болады. Біздің билікте қайталап біз билікке келеміз өкінішке орай. Жаңағы сан түрлі бағдарламалар шықты ресми экономикада туралы қаншама қағаздар шықты оның бәрі. Менің ойымша осылардың бәрінде белгілі бір ғылыми сараптамалық, бір ғылыми негізделмеген нәрсе сияқты. Бұл бір халыққа бос сөз, біз осылай жасап жатырмыз деген бір идеологиялық тұрғыда ғана жүрді да. Ал нақты ешқандай іс түрінде көрінген жоқ, әрекет түрінде көрінген жоқ. Бір ғой. Бұл тек сөз, сөзінде жасап жатырмыз, қатыраймыз, енді келесі жылға қатырамыз, 2030 жылға қатырамыз деген сияқты көзбояушылыққа көшті да. Ал соңғы уақытта тіптен жаман жағдай болды. Қазіргі кездердегі тендер деген бәлелер шықты. Грант бөлу деген бәлелер шықты. Бұл тек қана ақшаны алып, есеп беру, ол ақшаның қайда кеткенін нақты ешкім білмейді. Түрлі форс-мажорлық жағдайлармен арқылы біздің қазіргі мемлекеттік ақшасы менің ойымша талан-таражға тағы түсіп жатыр. Қысқасы, көптеген осындай жағдай арқылы біз өндірістік күштерімізді дамыта алмадық және көрші мемлекеттерге біз тек қана бір рынок күйінде қалдық. Біздің базарға келіп сатады, біздің адамдарға алады. Ал енді Ресеймен 20 жылда жұмыс істеуге мүмкіндік болды, заңдарымыз болды. Осы мынау қазір 1 қаңтардан бастап қайтадан экономикалық кеңістік деп енді бір ғана сөзін өзгертіп біз кіріп бара жатырмыз. Енді мынау таможенный союз деп тағы шығарды енді. Таможенный союз бізді енді қоршап бекітіп алды. Біздің шекарамызда Ресейдің әскерлері тұр. Бұл сонда енді экономикалық бағытта істелініп жатқан шаралар деп түсіндіріп жатыр. Ал егер 20 жылда біз ештеңе өндірмесек, 20 жылда барлық мүмкіндікті қолданбасақ, енді біз мынау бір сөзін өзгерткеннен кейін бәрін қайтадан орнына келе ме, жоқ әлде бұл саясаттық шара ма? Бұл саяси бағдарлама, шындығында бұл ешқандай экономикалық бағдарлама емес, себебі біріншіден 16 миллион тұратын Қазақстан Ресей үшін бір өте қажетті бір әлемдік деп ойламаймын. Олар енді біз көп болса бір 7-8% ғана олардың мәселелерін сатып алатын шығармыз. Бұл бұрынғы одақтың жаңа түріндегі қалпына келтіру бағытында жасалып жатқан жұмыстар деп ойлаймын біріншіден. Содан кейін барып шындығында да Ресейге өзінің жаңағы жасаған құрал жабдықтары, аппараттарын біз сияқты елдерге өткізбесе ешкім оны алмайды. Біз мысалы жаңағы машина шығаратын завод болсын, басқа болсын, біз шындығында да Германиядан алғанымыз, Жапониядан алғанымыз дұрыс та, олардан гөрі. Бірақ біз оларға дос болғаннан кейін, келісімдер жасалғаннан кейін барып, бәрін де бізге тықпалайды. Керексең тек қана бір ғана мысал айтайын, осыдан 4 жыл бұрын ба Ақтауда жаңағы атом электр станциясын салатын болды ғой, жаңағы суды тұщытатын, Каспийдің суын тұщытамыз деген бұрынғысы жабылғаннан кейін. Сол жөнінде бір уақыттарда Ресейден алатын болып шықтық та, біздер таңғалдық. Біздің заңымыз бар емес пе, тендер жариялау керек. Қайсынікі жаңағы қауіпсіз, қайсынікі арзан, қайсынікі жақсы деген сияқты. Біз қарап көріп едік, ұмытпасам, 7-8 ел шығарады екен. Жаңағыдай шағын атом электр станцияларын жасайды. Біз солардың ешқайсымен сөйлескен жоқпыз, біз қайталап Россияны қолдана тұрдық. Бұл жерде коррупция да бар, шынын айту керек. Себебі соған кететін ақшаның белгілі бір бөлігі арқылы жаңағы оның жоғарыдағы келісім жасағандар өзара бөлісетін шығар деп ойлаймын кей кездерде. Ресеймен бөлісу лоббированный. Ал және бізге беріп жатқан жаңағы атом электр станциясы бұл жаңағы сүңгуір қайықтың реакторы. Соны жаңартылған деп бізге айтады да, бұл бұрын болмаған деп қояды. Ол онан сайын қорқамыз. Біз болмаған болса, ол қандай қаупі бар екенін білмейміз. Қысқасы, олар бізге өздерінің заттарын тықпалау үшін біз керекпіз. Бұл бір нәрсе. Екінші мәселе, болашақтағы саяси бірлестіктің түрі, мүмкін ол конфедерация түрінде болдық, білмеймін. Ол менің ойымша Ресей басшылары ашықтан ашық айтты, бірнеше рет оны елбасылар да оларға айтты. Біз әрине жоқ, ойбай, біз ондай емеспіз деп әргіден айтып отырмыз. Ал егер олар соны ашықтан ашық айтып жатқан уақыттарда. Ашық айтып жатыр. Кеше де өзіңіз айттыңыз, біз Ресейге қосылады екенбіз енді. Қосылатын сияқты сөздердің бәрін тарап жатыр. Идеологиялық жұмыстар басталды. Идеологиялық өте қарқын жұмыс бұл жүрді. Және бұлар асығып жатқанын да мен түсінемін. Себебі кеңес үкіметі кезінде өмір сүрген адамдар дүниеден өтпей тұрған уақыттарда осы мәселені нету керек. Қолдайтын біздің ішіміздегі жаңағы адамдар әлі бар. Енді тағы 20 жылдан кейін бұл мәселені көтерсе мүмкін
тәуелсіздік кезінде өскен азаматтар ондайға бармас мысалы да. Ал қазіргі кезде иә шындығында да мүмкін бір 20%-дай адамның әлі де ойында болса кеңес үкіметі деген жақсы еді ғой деген мәселе әлі де қалды. Олар сол дүниеден өтпей тұрғанда, қартаймай тұрғанда осы мәселені өткізуге тырысып жатыр олар қазір асығыс. Мына өте біріншіден мынандай бір жағдай елеңдетеді. Билік деген ол енді біріншіден мемлекет болғаннан кейін, мемлекет ол ел бар жерде мемлекет бар. Ел өзінің белгілі бір құқысын осы билікке береді. Сен басқар, мен саған тамақ берем, сен бөйтер бәрін жайғастырып отыр дейді. Сонда енді барлық заңдар ел атынан қабылдануы керек. Ел атынан қабылданады да заң түрінде. Мысалы, біздің конституция, ішкі заңдарымыз бәрі қазақша, орысша болып келеді. Ал енді мына сыртқа шыққан кезде, мына кеңестік, Россия кеңістіктің заңдары неге барлығы орысша жазылған? Бұл енді заңға қайшы емес пе? Біздің 65%-ымыз қазақша болып отырса, неге бұл қазақшаны қолданбайды ондай заңға? Біріншіден бізде ондай заң жоқ. Сондай қолдансын деген заң жоқ. Біздің жаңа тілдер туралы заңымызда ол туралы айтылмаған. Сондықтан біз өткен жол жаңа мемлекеттік тіл туралы заңның ішінде оны біз көрсетіп кеттік. Қысқасы заң жоқ болғаннан кейін барып, одан талаптар жоқ. Талап қоя алмаймыз. Осындай нәрсені осылай айтпайсың ба, мынандай кезде мемлекеттік тілді қолданбайсың ба деген талап бізде жоқ заңда. Міндетті түрде қазақ тілінде болу керек деген шарт жоқ. Ондай жоқ. Бізде қазіргі қолданыстағы заңымыз бұл қос тілдік заң, нақты. Өзгеше дейді ғой жаңағы. Сол қос тілді дамытатын, қос тілді сақтайтын, қос тілдің қолдану механизмін көрсеткен заң. Оны аштан аша тек қана ішінде жаңағы бірінші тұрған жаңағы қазақ тілі мемлекеттік тіл деген бір сөз бар, статус. Ал басқасының бәрі нақты қос. Мысалы, Ресейдің тіл туралы заңында былай жазылған: халықаралық құжаттар, ішкі құжаттар, мына федерация өкілдерінің құжаттарында міндетті түрде орыс тілі қолданылады деп жазылған. Ал бізде сонда жоқ болғандықтан, ал енді оны ел әлі оқып біліп жатқан жоқ. Мына кеңістікке біз кіріп баратыр екенбіз. Орысша жазылған. Одан кейін бұл енді СССР түр екенін олар өздері айқайлап айтып жатыр. Жасанды қағаздар жасап жатыр. Бұл елдің әр көзіне мина жеткен кезде мына желтоқсан қайталануы мүмкін бе? Жоқ, енді менің ойымша біз 67% болған уақыттарда ондайды қайталамай тоқтатуға күшіміз жетеді деп ойлаймын да. Бүкіл халықтың жаңағы үндеу арқылы. Иә, көзқарасы арқылы, бүкіл халықтың жаңағы не дейміз, а деген сөз арқылы. Ал егер өзіміз аз болсақ, ол уақытта да жаңағы не дейді, біз аштыққа жатамыз, біз көшеге шығамыз деген мәселе сонда өз бір әрбір саяси тәсілдер бар ғой анауқының байланысты. Сондықтан біз жаңағы не дейді, қазақ көпті көрсе көл дейді ғой, жаңағы халық қаласа қан түйесі сояды деген сияқты. Демек, көптігін әңгіме сол қазақтың бір бағытта жаңағы столды бір сол айтатындай сөзінің шығаратын бір орталық жоқ та, жаңағы ұлттық бағыттағы ұйымдарымыз бөлек-бөлек жүр, азбыз, қаражат жоқ деген сияқты. Әйтпесе жаңағы біздің көтеріп отырған мәселеміздің бәрі кез келген ауыл қолдауға дайын да, мен бір іштей оны түсінемін. 99% қолдайды осы мәселенің бәрін. Және дәл біз сияқты түсінеді, жай ғана көзі жұмып қолдамайды қазақ деген ұран үшін. Олар жақсы түсініп қолдайды, ол қандай. Бірақ соның бәрін белгілі бір саяси талап есебінде қоя білу, және біздің осыншама күшіміз бар дегенді көрсете білетіндей саяси орталық бізде жоқ. Осыдан бір неше жыл бұрын, 6 жыл бұрын ба, Мұхтар Шаханов бастап халық рухы деген партия құрамыз деп бір рет талаптанды. Бірақ ол партияны тіркеген жоқ, себебі конституцияда жаңа ұлттық партия болмайды деген бізде сөз бар ғой, және ұлттық бағыттан байланысты партия болмайды деген. Бірақ әңгіме ол жерде ұлттық партия жоқ та, ішінде себебі кәрісі болды, ішінде жаңағы Азербайжанда болды, Асыл Османда басқа да болды. Аты тек қана халық рухы. Ол халық дегеніміз бүкіл Қазақстан халқының рухы шығар. Бірақ басқарып отырған, соны ұйымдастырған ұлтшылдар деген ойменен үкімет оның алдын жауып тастады. Жалпы нацпатриот деп жүр ғой. Ұлтшылдар деген атта бар. Жалпы менің өз басым национал патриот деген сөзді біріншіден түсінбеймін, екіншіден маған онша жақсы естілмейді. Национал патриот өзі националистердің бәрі патриот. Өйткені ол мемлекетшіл адамдар, өзінің халқын, ұлтын сүйетін адамдар ғана жаңағы мен ұлтшылмын деп айта алады да. Ал патриотизм деген өзі отанын сүю, ол екеуінің арасында бірге ғой. Әңгіме менің ойымша біз национализм деген сөзден қорқамыз. Сондықтан оның жаңағы қасына бірдеме қостық. Ұлтшыл деген сөзден әлі күнге дейін қорқамыз. Қазақтар керек десеңіздер, сол ұлтшыл деген сөзді өздері әбден боққауылға қазақша айтқан уақыттарда балшыққа аунатып өздері қорқып, қазір ұлтжанды деген жасанды сөз ойлап тауыпты.
мынау ұлтжанды адам ғой деп айтпайсыз ба дейді маған бір күні. Айтам жоқ, қазақта ол сөз жоқ, ұлтжан деген ол жасанды сөз. Ұлтшыл деген сөз қазақта баяғыдан бар. Сондықтан біз өзіміздің сөзімізден өзіміз менің ойымша қашпауымыз керек та. Сондықтан сондай ұлттық бағыттағы жұмыс істейтін орталықтың бізге өте қажеттілігі бар дәл қазіргі кезде. Ал мен мына енді біз орыс тілді болғаннан кейін осы кеңестік одаққа кіргізіп бара жатқан келісімдердің барлығын оқып шықтым. Сонда кез келген адамға мен мынандай сұрақ қоямын. Мысалы, кеңестік одаққа кіріп бара жатырмыз. Керемет деген адамға айтамын, осы керемет жағын көрсетші. Осы керемет жағын көрсетші десем, сонда кез келген жерге барып жұмыс істеуге болады дейді. Мен айтамын, сонда біз гастарбайтер болуға бізге құқы болмап па еді? Әзір де бар ғой, гастарбайтер боламын десем бар ғой. Қырғыздың 1 миллионы қазір далада жүр, тәжіктің 1 миллионы қазір далада жүр. Енді біздікі жүрген жоқ тауба. Енді сонда бізге сонысымен қызықтырып жатыр ма? Жоқ әлде? Сонда олар ешқандай бір қызықтыратын жағын таппады. Мен басқаша қойдым, ойладым, бұл Россияға не үшін керекпіз біз? Шикізатымызды алып жатыр, нарығымызды қолданып жатыр, барлығын қолданып жатыр. Енді не керек енді? Идеология деген мәселе ол енді ол жасанды. Ал сонда мына заңдардың ішінде бір үлкен бір қауіп бар. Олар біздің ішкі мынау қаржыны бөлісуге бірге енді атсалысады екен. Одан кейін мына заңды қабылдауға ықпал етеді екен. Одан кейін керек десеңіз, мына өкілдердің мүддесін ескермей, одақтастықтың ғана мүддесі деп неше түрлі шаралар қолдануға болады екен. Бұл енді ойлап қарасаңыз, біздің енді барымыз сол қаржымыз ғой бөлісіп жатқан, мұнайдан түсіп жатқан. Сол қаржыға қол салып жатыр ма? Болашақта бізді қазақты енді не істемекші енді? Одаққа кіргеннен біз сонда тағы қандай зиян көреміз? Ең бірінші менің қорқатын зияндылығым қазақтың енді ғана өзіне қайтып келе жатқан ұлттық құндылықтар бар ғой, жаңағы тіліміз, әдебиетіміз, мәдениетіміз. Біз содан толық қайталап айыламыз да. Өйткені қазір мысалы Ресей менен Қазақстанның одақтасуы бұл бай баласы мен жарлы баласы сияқты. Одақ тең болу керек әр уақытта. Одақ деген сөздің осы сол. Біз екеуміз тең, біз бірге жұмыс істейміз, бірге одақтасайық деген. Ал жаңағы кедендік одақтың өзінен көрдік қой, бірдеме пайызы Ресейдікі, жаңағы 20% ма, 12% ма, мынанікі дегеннің өзінен адам көріп шошып кетеді. Бұл одақ емес, негізгі бір елдің қасына топтасу, жаңағы атомдар тартады деген сияқты, үлкен атом тартылып жатыр. Сондықтан бұны одақ деп тең дәрежедегі одақ деп айтуымыз ғой, жоқта болмайды. Біз тек қана ананың астына жату, соның жаңағы не дейміз, соның саяси кеңістігінің ішіне ендіру бізді тек қана. Одан кейін барып біздің өзіміздің жаңағы не дейміз, заң қабылдауымыз, экономикалық дамуымызды өзіміз анықтай алмаймыз. Демек, аңдар анықтайды. Біздің жол жердегі даусымыз, егер мысалы 100%-дан бір 10% даусымыз болса, одан бір ешнәрсе істемейміз, 90%-дан аяқтан қол көтерсе, аяқтан 10 адам қол көтерсе, бәрібір. Қысқасы жаңағы тәуелсіздіктен айырылдық деген емес пе? Бұл тәуелсіздікке үлкен қауіп төндіреді. Ол уақытта ең бірінші болып менің қорқатыным тіліміз құриды. Қазірдің өзінде кедендік одақтың бәріміз біріміз деп бүкіл қағаздардың бәрі орысша жазылып жатырған деп естідім. Сол уақытта менің есіме баяғыдағы Лениннің жазған сөйтті, ұмытпасам 20-шы жылдары Лениннің ұлттық автономия туралы деген еңбегінде енді ол уақытта СССР енді құрылып жатқан кез ғой. Сонда былай деп жазыпты. Почта бірлігі, теміржол бірлігі деген сылтауменен ұлттық республиканың тілдерінің құрып кету қаупі бар деп жазыпты. Қараңыздар, соны шынымен СССРдікі сол 30-шы жылы құрып кетті, бәрі тек қана орыс тіліне көшті. Соны Ленин білген. Тілдер құрып кетуі мүмкін деп. Ал қазіргі жаңағы кедендік одақты қарасақ, біздің тілімізді құрып бара жатыр. Содан кейін екіншіден одаққа енген уақыттарда одаққа енуші мемлекет белгілі бір шарттар қояды. Өзінің ұлттық тәуелсіздігін сақтау. Жаңағы кедендік одақты қарап шықсақ, енді алдымызда жаңағы экономикалық кеңістік жатыр ғой, ол одан да жаңын болады ғой. Ана жерде біздің ұлттық мүддеміздің ешқайсысына біздің шартымыз жоқ қойған. Мынандай шарт деген нәрсе жоқ. Демек біз өзіміздің халқымызды қорғай алмасақ, онда тәуелсіздіктің де болмаған. Біз кедендік одақтың алғашқы соққысын қазір анық көрдік. Бұл жаңағы шетелден алып келетін ұсталған машиналардың бағалары қазір. Ол әрбір, не дейміз, жаңағы отбасы, әрбір азамат кәдімгі өзінің басына. Ал қандай пайда көрдік десек, жаңағы сіздің өзіңіз айтып отырсыз, мен ешқандай пайданы айта алмаймын. Мүмкін біздің жаңағы таможняның 3/1-ін қысқарған шығар, жаңағы Ресей менен шекарада тұрған таможняның қысқарған шығар. Одан басқа ешқандай нәтиже алмайды. Бұл екеуін салыстыруға болмайды, шын айту керек.
Мен әдейі мына барахолка деп атайды ғой, сол базарды аралап келдім. Қалай болып жатыр ел? Бағаларын көрдім. Мен тура шашым тік тұрды. Осы базарға бір жылда бір рет барам. Енді бару керек, міндетті түрде бару керек деп өзімді бір барғыздым. Бағаларын байқадым. Бағалардың барлығы ұшып тұр. Ұшып тұр. Оны сатып алатын ел жоқ. Сонда болашақта біздің қазақтар қазір өте тапшылыққа тіреледі. Сонда бұл енді күндегі табысы, наны, одан айырғаннан кейін ел көшеге шығады. Бұл өте үлкен қауіп қой. Көшеге шығатыны анықта, ол былайда өзі екі түрлі, үш түрлі мәселеде көшеге шығады ғой. Бұның біреуі жаңағы рухани бағытта, біреуі қарынның қамы дейді. Қарынның қамымен шығу, менің ойымша биліктің ең қорқатын мәселесі сол. Ол жаңағы ұлттық бағытта желтоқсан сияқты шықса, ол не дейді жаңағы полиция, милициялар салып бірдеме қылады ғой. Ал қарынның қамымен шыққан уақытта ол одан да жаман болады. Және себебі бұл жерде бір ұлтты бір ұлтқа қарсы қоя алмайсың. Өйткені шыққан уақытта орыс та шығады, қазақ та шығады, ұйғыр да шығады, басқасы да шығады. Менің ойымша қазір біздің мемлекет бір нәрсеге сеніп тұрған сияқты да, әлі де жаңағы таусылмайтын мұнай, таусылмайтын газ, біз сол арқылы осыны ұстай тұрамыз, қашан жаңағы бірігіп кеткен уақытта. Әрбір бір жақсылық мәселенің бәрі міне біз біріккеннен кейін болып жатыр деп қайталап біздің басымызды айналдырады идеологиялық тұрғыда, сөйтіп осылай тұра береді. Бірақ осы бір жылдың ішінде шындығында да өзгерістер болды. Ол өзгерістер оң өзгеріс деп айта алмаймыз. Сондықтан менің ойымша жаңағы не дейміз, ұлтшыл адамдар, әйтпесе осы бағытта түсінген адамдар бір саяси күрес жолына шығу керек сияқты. Қақтығысты болдырмай, болдырмай билікті алу керек те, жаңағы сайлау арқылы билікті алып, содан кейін барып қана жаңағылардың келісімдерін тоқтата алатындай жағдайда. Қақтығыс әрине ешкімге керек жоқ. Барлық үйде бәріміз балалардың саны да аз, бір-екі бала ғана. Ол және азая түседі ғой, жағдай жаман болған сайын ол туы да азаяды. Ал енді осындай жағдайға бізді әкеліп тіреген осы Нұр Отанның парламенті ма? Жоқ, мен бұлардың бәрін былай бөлгім келмейді да, бұны не парламент, не Нұр Отан партиясы деп, бұл билік бір-ақ ауыз сөзбен. Себебі биліктің анау жаңа жасап отқан, қолдан жасап отқан партия, не дейді жаңағы, өздері есептеп, өздері өткізіп отқан парламент. Сондықтан бұл биліктің жасап отқан жұмыстары. Бөлмей-ақ қояды керек десең де заң шығарушы билік, атқарушы билік деп те бір-ақ ауыз сөзбен қазіргі билік. Мынандай тағы бір елеңдететін бір жай бар. Осы парламент тарады. Ирак Елекеевтің айтқан сөзі, мына осы кеше ғана айтқан сөзі. Осы бір азамат деп айтатындай, бір тұлға деп айтатындай арамызда адам болмады деді. Парламенттің ішінде ме? Иә, солай деп айтты. Осы тұлғалар болмады деді. Тұлға болса да ақырса да мысалы бір Мұхтаршы ханым сөйлеп отырса, айқайсыз да бірдеңкесін ісін өндіреді ғой. Тоқтатыңдар деп бір тоқтау салатын бір. Бұл дұрыс емес деді. Сонда неге бұл парламентте тұлғалар болмай қалды? Профессионалдар жоқ, эксперттер жоқ. Бұлайда енді менің ойымша... Керек десеңіз кешіріңіз, қазақ тілін білмейтін адамдар көп. Және де үні шықпаған депутаттар бар, атын білмейтін депутаттар бар. Ондайлар көп қой, бірақ Ирак-Лидің айтып отқан мәселесі, ол менің ойымша ақталу сияқты. Тұлға жоқ болса, біз осылай айтқанға көне береміз деген сияқты. Соны айтып отырған адамның өзі егін болса, өзінің мен деген сөзін айта алмағаннан кейін барып, егер тұлға болса, біз қатаратын едік деген сияқты да. Менің ойымша әр адам өзінің арының алдында жауап беру керек қой. Әр адам айту керек та, мыналардың дұрыс емес жігіттер. Әлі алдымызда бір 8 ай қалды. 8 айдың ішінде аспан жерге құлап кетпейтін шығар, біз бітірейік. Өйткені сайлаудың кезектен тыс болғаны біздің елімізге сын, біздің жаңағы демократиямыздың әлі дұрыстап аяғынан тұрмағанының белгісі. Жыл сайын жаңағы парламент аяғына дейін жетпей кетіп жатқаны. Мынау не деген сонда, соғыс болып жатқан жоқ, неме қырылып қалған, вулкан атып қалған жоқ деген сияқты сөзді кез келген сол жерде отырған депутаттар айту керек. Бірақ олар айтқан жоқ, себебі бұның бәрі белгілі бір не дейді, мынау біз тәуелсіздік алғаннан кейін, саясатқа араласқаннан кейін бір жаңадан екі сөз көрді. Біреуі спектакль деген сөз көрді, біреуі сценарий деген сөз көрді. Осы шынында бұл сценарийда менің ойымша сол биліктің өзі оларға айтты, 6 ай уақыттары жетті, ерте тараңдар, біз мынандай қылайық, мынандай қылайық. Сонымен жаңағы 53 адам қол қойды, олар өздері ойланып осылай отырып бірдеме жазған жоқ. Қысқасы бұл кәдімгі не дейді, әрбір қадамдардың бәрі есептелінген, жоспарлы түрде жасалған мәселе.
Сондықтан әрине кейбіреулер соны ашық айтпайды, бірақ егер біз бүйтсек мынандай болар еді, ішімізден бір батыр болса, мен білемін 95-ші жыл парламент таратқан. Сол уақытта оның ішінде Олжас Сүлейменов сияқты азаматтар болды. Олар біз кетпейміз, біз бірдеме қыламыз деп комитет құрамыз деп түк те болған жоқ. Түк істей алмады. Ешқандай тұлға ешнәрсе істей алмайды ондай кездерде. Себебі тұлғаның да дауысы қарылып қояды. Мұхтар Шаханов та сол жерде отырған уақыттарда айтатынын айтып, қанша рет сөз сөйлеп, дауысы қарылып қойды. Олар тұлғаны мойындайтын топ емес сол жерде отырғандар. Өйткені олардың бәрінің не дейді, жоғарыдан бір байлаулы жаңағы не дейді, мал сияқты, байлаулы бір құл сияқты. Олардың айтқанын жүзеге асырады деп тұрады. Сонда Ертісбаев та айтты ғой. Осы кезінде, мен болған кезде керемет тұлғалар болып еді деп айтты ғой. Қайдам, себебі былайда, мен тұлға деп кімді айтар едім? Тұлға деп, мен әр уақыттарда менің нем бар, шартым бар. Осы адамға сенем, мен болса осы адамды қолдаймын деген. Ол 90-шы жылдары, 91-ші жылдары тәуелсіздік үшін күрескен адамдар. Сол Ертісбаев мысалы сол тәуелсіздік үшін күресті 91-ші жыл. Ешқандай күрескен жоқ. Олар дайын асқа тік қасық, енді мақтанғанымыз емес, біздің алып берген тәуелсіздігіміз арқылы орнаған мемлекетті билеп отырған адамның бірде-біреуі сол тәуелсіздік үшін күреспеген. Бұл нонсенс. Бұл парадокс. Бұны яғни ешбір ел егер білсе таңғалады да қалай? Олар ешқайсысы күрескен жоқ па тәуелсіздік үшін? Жоқ, күрескен жоқ. Алаңға шыққан жоқ па? Түрмеге отырған жоқ па? Жоқ, ешқайсысы отырған жоқ. Онда не болады? Билеп отыр мемлекетті. Мен айтамын, мен білмеймін. Шын айтып мен білмеймін. Демек, ондай адамдар бұл тәуелсіздіктің ащы, не дейміз, дәмін таппағаннан кейін оларға бәрібір. Олар Ресейдің астында отыра ма, Москваның астында жата ма, оларға бәрібір. Оларға қызметі, тамағы керек. Абай айтқан ғой, адам екі түрлі деп. Біреу жаңағы жанның рухани мәселені, біреу қарынның ғана қамын ойлайды. Демек, біздің билікте сол қарынның қамын ойлайтындар көп. Ал қалай ойлайсыз, осы парламентте, осы жаңадан жиналатын парламентте тұлғалар саны бір 30-40 адам болса, олар жеңіп осы экономиканы, саясатты, билікті белгілі бір бағытқа бұрала ма? Бағындыра ала ма билікті? Дәл қазіргі жағдайда мен соншама бір үлкен тұлғалар, жаңағы қайтпайтын, қайсар тұлғалар барады деп мен өзім ойламаймын қазіргі жағдай бойынша. Барғызбайды ма, жоқ әлде бармай ма? Барғызбайды да, кейбіреулер бармайды да. Себебі бір ғана мен білемін, сәл-пәл деймін, жаңағы қарсылық болған бұл жер туралы заң қабылдаған уақыттарда, ұмытпасам 2000 жылдары, сол жер туралы мәселе кезінде депутаттар не дейміз, теңге жарыла жазады да, екіге бөле жазады. Бұндай қазақ парламентінде болмаған жағдай болды да, тек бір ағайын. Онда да бірақ жаңағы не дейміз, Иманғали өзінің орнынан кетті, премьер-министрлігінен, сөйтіп әйтеуір олай өткізді, 3 адам, 4 адамның дауысы арқылы. Дәл осындай жағдай менің ойымша қайталанбайтын сияқты. Себебі содан кейін билік ойланып қалды. Енді ондай парламент жасамайды. Ондай парламент енді жасамайды. Өйткені ананың өзінде ит шығыс болып түсе жаздады. Екінші рет қана дауысқа салумен бұлар өтіп кетті. Әйтпеген уақытта жерді сатуға бермейтін еді. Өйткені онда көп жұмыстар жасалды, көп мәселе көтерілді. Ал содан кейін бар билік енді қайтып ондайға жібермейді. Оны басынан бастап. Мысалы қазіргі кездің өзінде қандай саяси партиялардың өтетіні, олардың ішінде кімдердің өтетіні, менің ойымша қазірдің өзінде белгілі жоспарлар бар. Және ондай жоспар жасау керек те, егер мен өзім билікте болсам, мен де сондай жоспар жасаймын өзімді. Аман алып қалу үшін сол жерде отыру үшін. Жоқ, мен ойламаймын. Бұл енді билікке өте қатты құштар болу керек шығар ол үшін. Билікке барған адам бұл не дейді, наркотик сияқты дейді да ол. Билік. Бұл адам сол жерге барған уақыттарда одан кетсе өліп қалатын сияқты да. Екі қолынан жабысып айырылмайтын да сол билік. Мысалы мен өмірімде ешқандай билікте болған жоқ. Мысалы 20 жыл университетте мұғалім болдым, басқа жерде жұмыс істемеген адаммын. Мысалы маған қазір билік қызық емес сияқты да. Ал маған айтады, егер сен билікте болып көрсең, бір 2-3 жыл жаңа не дейміз, министр болып қойып, бір ең болса декан болып қойып, ректор болып көрсең, одан айырылмайсың дейді маған айтады. А депутат ше? Былайда мен 94 жыл сайлауға түстім. Қызылордадан Азат қозғалысының атынан түстім. 3-ші орын алдым ба, сөйтіп құладым. Сосын бар мен сол жерде білдім де, менің ойымша, егер біз барғанның өзінде, дәл қазіргі кезде біз барғанның өзінде, еш нәрсені өзгерте алмаймыз. Себебі Нұр Отан өзінің 70-80% жаңа не дейміз, парламенттің мүшелерін сақтап қалады, ол анық. Мен 70% дейді де, қазір олар 100% болса 70% дейді. Басқасын бір 2-3 партияға бөліп береді деген. Бірақ ол 70 партиядан басқа партиялар өте алмайды.
олар не бір заңды тоқтата алмайды, өйткені 70% карт бланш солардың қолында. Не бір заңды өздері өткізе алмайды, не бір заңды тоқтата алмайды. Демек, ана жерде бостан бос отыру мен үшін ыңғайсыз нәрсе. Не үшін отырамыз сонда? Тек қана депутат деген ат үшін отырамыз ба? Мынандай бір осы президент сайлауында сіз менің шағын видеомды көрдіңіз ба? Әлі көрмедіңіз. Қызық екен. Мен өзіммен бірге жоқ. Мен көп компьютер қарамаймын, біріншіден. Мен интернетке көп кірмеймін. Ол жерде нақты неге сайлауға адам бармаса, сол адамның атынан қол қойып жібергенін дәлелдеп берген. Мен 5 жыл бойы сайлауды бақылайтын тәуелсіз бақылаушылардың президенті болдым, 5 жыл. Сол 5 жылдың ішінде біз республикалық қаншама сайлауды бақыладық. ОБС тек бізбенен ақылдасатын келген уақыттарда, сосын дүние жүзіндегі бір 20 шақты елде мен ОБС сенаттан бақылаушы болдым. Сосын сайлау заңын жасаған өзгертпен толықтырулар енгізген комиссияның мүшесі болдым. Қазір мен мақтанамын, сол сайлау заңында бақылаушылардың құқықтарын тамашалап бердік. 15 бапты, менің өзім қолыммен жазған 15 бапты өткіздік. Өте қиыншылықпен өткіздік, бірақ өткіздік. Қысқасы мен сайлаудың енді бүге-шүгесіне дейін білемін деп айта аламын да. Сондықтан сайлауда қандай амалдар, қандай айымдар қолданатынын білемін. Сондықтан ең бірінші соны көре отырып, сайлауға түсіп, мен депутат болып өттім деп мен айта алмаймын да. Демек сен өткіз дейді кез келген жоғары айтады да біреу. Демек сен жоғарымен келісің де сен өткіз. Сен өйткені сайлаудың қандай екенін білесің, қалай дауыс берілетінін білесің. Сондықтан мен өзім әділ сайлау болатынына біріншіден сенбеймін. Сондықтан мен жаңағы не дейміз, парламентке де басқа жерге де бармаймын. Екіншіден жаңағы айтқандай, ол жаққа барған уақыттарда сен бірдеме жасау білуің керек та, сенің қолыңда күш болу керек. Ең болмаса жаңағы Украинаның парламенті сияқты 50-50 болып барса, ең болмаса 40-60 болып барса, ол бір сайлауда сен парламентте белгілі бір саяси күрес жүргізе білесің. Ал егер сендер ана жақта 20 адам болып, аналар 80 адам болса, мысалы биліктің адамдары, ол уақытта сен ештеңе істемейсің, сені жүйкең тозады, ит сияқты арып етіп отырасың, сонымен кетесің, шашыңа қарап, басқа ешнәрсе емес. Онда мен елдің көзін ашып аралап жүргенім атым мен ол жұмысқа. Сондықтан мен сайлауға қатысқым келмейтін сол. Әрине ол жаққа барсаң, сенің мүмкіншілігің көп болады, кездесуге, халыққа өзіңнің сөзін жеткізуге, тағы басқа. Бірақ Құдайға шүкір менің қазір сөзім жетіп жүрді, өзім жеке мысалы. Барған жердің бәрінде маған жаңағы. Билікке сөзіңіз өте ме? Билікке сөзім өтеді деп айта алмаймын, бірақ билікке сөзімді жеткіздім талай рет. Мен парламентте де баяндама жасадым, президенттік аппараттың адамдарымен де кездесіп өзіміздің ойымызды, ұлтаралық мәселе, демократия мәселесін ашық айтып жүрдім. Газеттерде де жеткізіп жоқ, мәселе айтқанда бізге де айтқызып жатыр. Сөзді айтып жүрмін, бірақ енді соны қабылдай ма? Ол маған қарамайды ғой. Айтады, айта алмасаң маған серт, оны жүзеге асырамаса оған серт. Соны қабылдататын сол депутаттар емес пе? Қабылдататын жалғыз депутаттар емес, қазіргі депутаттар емес. Себебі ол депутаттардың бәрі белгілі бір бақылаудағы, бәрі бір тізгінделіп отыр. Енді айтып отырмын ғой, жаңағы мейлі 70%, мейлі 80% ол тізгінде ұстап отыр. Оны мойындататын күш болу керек. Билік тек күшті мойындайды, ол саясаттың заңы. Егер күш жоқ болса, билік еш уақытта сені мойындамайды. Ал күшті көрсете білетін топ болу керек та. Мен мысалы осы өткен сайлаудан түйгенім былай болды. Егер 100% осы ел сайлауға барса, 100% ел өзіменен мысалы осы бекітіп, осы партияға беремін, Нұр Отанға қарсы, әрине, Нұр Отанға қарсы болу керек енді. Нұр Отанға қарсы болу керек, өйткені Нұр Отанның еңбегінің нәтижесін көрдік. Таможенный союз, сосын барлығы Нұр Отанның ісі деп айтуға болады. Мына одақ, кеңестік одақ, ол Нұр Отанның ісі. Ал осы 100% ел сайлауға барса, түске дейін бару керек екен ғой. Түстен кейін олар толтыра бастайды екен. Өздерінің қолдарын қойса, тап-таза жерге. Шынымен таза ма? Таза. Ешкім қол қойған жоқ па? Қол қойған жоқ. Мен қол қойдым, міне, деп өзінің қолын қойып кетсе, қаншама оны айландырамын десе де орын болмай қалады. Бәрібір өткізе ме сонда? 70%-ға? Ол жаңағы, не дейді, ведомство сияқты бар ғой, жаңағы сайлаушылар. Әлде уже ауыстырсын ма? Олардың астында тағы да біреу жатпайды деп сіз айта алмайсыз ғой. Мысалы, мына жерде сіздердің бәрін таңертеңге дейін қолдарыңды қойып кеттіңіздер де, оны астына салады да, өздерінің қол қойып қойған екінші мәселелерін шығарады. Біз керек десеңіздер бір жерде бюллетендерді тексерейік дедік та.
сол күні жанып кетті мектеп бюллетеньмен қоса. Құдай сақтасын. Бұл барлық жағдайлар болады керек десеңіздер. Мен мысалы 94 жылы Американың сайлауын бақылауға барғанда, ұмытпасам Пенсильвания штаты, Филадельфияда. Мен өз көзіммен көрдім да, біз келіп едік, бір үлкен залда бюллетендердің бәрін жайып салып, адамдар жаңағы қарап жүрген де тоңқылдап. Бұлар не істеп жатыр десем, бұлар сенбеді, дұрыс есептемедіңдер деп дейді да, жеңіліп қалған кандидаттарға. Біз бюллетендерді бердік, санап шығында қайталап қараңдар, жаңағы белгілерін деп белгілерін санап жаттық. Бізде сіздер осыны көрдіңіздер ме? Еш уақытта да болған жоқ. Тек бір рет Шымкентте, ұмытпасам 2003 жылы сот болып, онда мәслихатқа сайлауда. Сонда ғана жеңіп шықты, дәлелдеді, жаңағы жалған екендігін дәлелдеді. Онда бірақ председательдердің өздерінің мойындаған қыздық. Сондай ғана Қазақстанда бір жағдай болды. Сайлау қай уақытта дұрысталады? Мысалы, Украинаның КВУ деген ұйымы бар, біздік сияқты, жаңағы тәуелсіз бақылаушылар. Не дейді, комитет выборочной Украины дейді КВУ. Солар маған айтты да, біздің сайлауымыз 87 жылы дұрысталды деді. Оның дұрысталған себебі, 97 жылы дұрысталды деді. Оның дұрысталған себебі дейді, сол жылғы сайлауда 16 сайлау комиссиясының председателі сотталып түрмеге жатты дейді. Сол уақытта ғана сайлау дұрысталды дейді. Бізде бір түрмеге жатқан комиссияның председателін көрдіңіз бе? Өзгертпеді дейсіз ғой. Сонда мынау Былайда сайлаудың таза өту үшін өте қатаң заң болу керек. Бізде керек десеңіздер мойындайды, Зарипа Байлиева да талай рет мойындады. Иә, кейбір нелер болды, жаңағы, не деймін, жаңағы заң бұзушылықтар орын алды, бірақ ол жалпы нәтижеге әсер еткен жоқ дейді. Жауапқа тартылмайды да, сонда. Бірақ жаңағы болды деп айтып отыр ғой бірнеше рет. Сол қанша адам сотталды? Жауапқа тартылмайды. Жауапқа тартылмайды дейді. Заң түрінде тартылмайды. Жоқ, заңда бар. Керек десеңіздер қылмыстық кодексте де бар, жаңағы фальсификация жасаған үшін анау деген нәрсе. Бірақ ол Қазақстанда бірде-бір рет болған жоқ, жүзеге асқан жоқ. Ол заң орындалған жоқ, жұмыс істеген жоқ. Бізде керек десеңіздер қолынан ұстап алған адам тек қана сол председательдік дейді, жаңағы төрағасы сайлау комиссиясының. Пайызы бір рет болды. Жоқ, бір рет ұстап жоқ. Соны неден комиссияның төрағасынан алып тастады болды. Бізде үлкен жаза. Оған тіпті жақсы болды, ол демалып қалды. Жіберілген жоқ. Бірақ бәрібір осы сайлауды біз ел болып бақылай алсақ. Бақылау институтын айтып отырмын ғой, мен мақтан аламын. Сайлауды бақылау институтын орнатқаныма, және соған бір атсалысқаныма, жаңағы наблюдатель дегендерді. Біз олардың бүкіл жаңағы институт наблюдатель дейді ғой, бақылау институтын біз жасадық, Құдайға шүкір. Бірақ ол бақылау институтынан санау кезінде, басқа кезінің бәрі біткен уақыттарда, жоғарыға барған уақытта бәр нәрсені өзгертіп жібере салды. Өйткені жоғарыға сандар ғана бар. Біз қанша сотқа бердік, жоғары сотқа дейін бердік. Мысалы, бір ғана неден сайлау округында білен 100-ге жоқ сайлау учаскелері бар ғой. Соның мысалы кем дегенде егер соның 50%-дан асса, сол жақтағы шыққан заңсыздықтар, ол уақыттарда сол округтағы бәрі де заңсыз болып табылу керек қой енді бәрін. Біз қанша бердік, біздің мысалы жіберген нелерімізді, шағымдарымызды прокуратура қалалық сайлау комиссиясына жібереді, қараңдар маған деп. Біз соларды ұстап отырмыз ба? Соларға жібереді де маған қағаз жазады. Міне сіздердің жібергендеріңізді қалалық сайлау комиссиясына жіберді, енді жауап содан аларсыңдар. Сондықтан бұны ұстайтын ешнәрсе жоқ, балық сияқты су шығып кетеді.